Сәлем достар, сіздермен Айнагүл. Бүгін шаш сияқты шашылып тұратын лағманның қамырын дайындайтын боламыз. Оған ұнға жұмыртқаны салып кішкене илеп аламыз. Үстіне суды біртіндеп құйып, қамырымызды жақсылап ұнмен суды араластырамыз. Сразу илеп кетуге болмайды, әуелі ұнмен суды араластыру қажет. Суға тұз салуды ұмытпаймыз. Бір қасық тұз саламыз суымызға. Сөйтіп қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыздың жақсылап иіні қанғанша бір 5-10 минут илеген жақсы. Қамырымызды енді қапқа саламыз да, кішкене 10 минутқа қоямыз иіні қанғанша. Тағы да осылай жаямыз да, тағы да қапқа салып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне енді қамырымыз кішкене жұмсарып, иіні қанды. Енді оны жаямызды, кішкене қолымызбен басып бөліктерге бөлеміз. Мінекей енді кішкене қолымызбен созып, бетін майлап, қапқа кигізіп, тағы да бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей бетін майлаймыз да. Он 15 минутқа енді қапқа салып қоямыз. Мінекей уақытымыз өтті, енді қамырымыз жұмсарып дайын болды. Енді оны кішкентай бөліктерге бөлеміз де, алақанымызбен, алақанның үлкендеуінде етіп кішкене ғана созып, бетін майлап, тағы да қамырымызды тағы да қоямыз. Мінекей, оны жабық контейнерге саламыз да, қақпағын жауып, 10-15 минутқа тағы да қоямыз. Қамырымыз әбден жұмсарғанша осылай дайындап отырмыз қажет. Мына қамырымыз уже кішкене жұмсарды, уже созуға дайын. Енді бұны кішкене осылай қолымызбен созып, столға қойып дайындап аламыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лағманның қамырын бір күн бұрын пісіріп алған дұрыс. Өйткені бұл қамыр дайындау қолды ұстайды. Қамырымызды пісіріп дайындап болғаннан кейін тоңазытқышқа саламыз. Келесі күні лағманымыз дайын болған кезде оны жай тек қайнап тұрған ыстық суға батырып алсаңыздар, болды, қамырыңыз сол күйінде тұрады. Мінекей қамырды қолмен созып, кішкене созып аламыз. Осылай видеодағы да істесеңіздер, қамырыңыз өте керемет болып шығады. Сіздерге кеңес беремін. Мінекей осылай жинап қамырымызды тартып отырып, созып, столға ұрамыз. Осылай қайта майлап, қайта осылай мен істесеңіздер, қамырыңыз жұмсақ болып тез созылады. Мінекей қамырымыз уже дайын болды. Енді оны қайнап тұрған суға 5-7 минутқа ғана пісіріп аламыз. Өте көп қайнатуға болмайды, қамырыңыз езіліп кетеді. Сондықтан 5-7 минутқа қайнатып пісіріп аламыз. Піскен қамырыңызды бірден бір ыдысқа салқын су құйып алып дайындап қоясыз да, сол салқын суға салып, жуып аласыз. Салқын суға салдық. Осылай жуып аласыздар. Болды, мінекей қамырыңыз дайын. Сіздерге ас болсын деймін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар.